Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода жасанды интеллект арқылы тест құрастырудың екінші нұсқасын көрсететін боламын. Егерде видео қызықтырса, соңына дейін көріңіздер. Әдеттегідей каналыма тіркеліп, колокольчикті басып, видеоға лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдыра отырыңыздар. Бізге керегі Quiz Wizard деген платформа. Осы платформаға кіреміз. Мінекей кіргендегі көрініс осындай. Орыс тіліне аударып алсаңыздар да болады. Осы жерден өздеріңіздің электронды почталарыңызды және парольдарыңызды жазып, мына жерде тұрған мінекей 4 өзінің несі бар, арнайы ережесі бар пароль жазудың. Соған сай етіп жазасыздар да продолжайте идти дегенді басасыздар. Мінекей регистрация аяқталды. Парольді сохранить етіп қойсаңыздар болады. Енді мына жерде сұрақ, қандай источник арқылы тест құрастырғыңыз келеді. Мінекей оның 4 түрі бар, көріп тұрғандарыңыздай. Тақырып, документ, текст, сілтеме, аудио, видео немесе ютубтағы видео арқылы тест құрастыруға болады. Біз ең бірінші тұрған тема дегенге кіріп, тест құрастырып көрейік, яғни арнайы бір тақырыпқа арналған тест. Мына жерде тақырыбын жазамыз. Мысалға мен Python деп жазайын. Оң жақтағы английский деген жерден кез келген тілді таңдай берсеңіздер болады. Мен орыс тілін таңдадым. Негізі қазақ тіліне де қоюға болады, бірақ мүмкін сұрақтың мәні, мағынасын олар өзгертіп алуы мүмкін. Сондықтан барынша орыс немесе ағылшын тіліне қойып, кейін Яндекс переводчикпен аударып алғандарыңыз дұрыс болады. Астына предмет деген жерге информатика деп жазамын. Соның оң жағында уровень деген жерге средний деп алып көрейік, және продолжить дегенді басамыз. Сонда бізге 3 түрлі таңдау береді. Вопросы с несколькими вариантами, открытие вопроса және набор карточек деп. Біз осы үшеуін де қарастыратын боламыз. Қазір осының ең біріншісін қарастырайық. Мұнда дұрыс жауап біреу, ал бұрыс жауапты үшеу деп көрсетіп тұр. Мен осылай қалдыра беремін, ал сіздер өзгертсеңіздер де болады. Енді генерировать дегенді басамыз. Осылай көп ұзатпай бізге тест шығарып беретін болады. Мінекей тест дайын болды. Қайсы жауап дұрыс екені мінекей галочкамен көрініп тұр. Егерде бұл жауаптар, мұнда 4 жауап көрсетіп тұр. Егерде сізге ол жауаптар артық болса, корзинаны басып өшіруге болады. Егер аз деп көрсеңіз, онда добавить выбор вручную деп, бұнда тағы да варианттар қоссаңыз болады. Негізі 10 сұраққа дейін дайындап береді. Егерде осы сұрақтар ұнаған болса, онда экспорт дегенді басып, осы жерден Word дегенді таңдап, Word документке жүктеп алсаңыздар болады. Разрешить редактирование дегенді басып, кейінен өзіңіз өзгеріс жасай берсеңіздер болады. Енді жоғары жаққа қарай көтерілсеңіздер, источник деген бар, соған барып келесі сұрақ түрін дайындап көрейік. Бұл жолы документ дегенді таңдаймыз. Бұл жерде PDF, PowerPoint форматындағы документті жүктей аласыздар. Мұнда дәл ортада тұрған плюс батырмасын басамыз. Компьютеріңіздегі керекті документті таңдап, открыть дегенді басасыз. Одан кейін продолжить басамыз. Одан кейін мына 3 нұсқаның біреуін таңдаймыз. Осы жолы открытые вопросы дегенді таңдап, генерировать дегенді басамын. Содан кейін сұрақ және оның нақты жауаптарын бізге дайындап беретін болады. Мен мұнда қазақ тілінде жазылған презентацияны жүктей салғанмын. Бұнда қарап отырсам, сұрақтар мен жауаптары бір-біріне онша сәйкес келмей жатыр. Сол үшін нақты сұрақ жауап дайындай алатындай орыс немесе ағылшын тіліндегі жазылған презентацияңыз немесе PDF файл болған дұрыс деп ойлаймын. Мүмкін менің жүктеген презентациям дұрыс емес шығар. Сіздер басқа да өздеріңіздің документтеріңізді жүктеп көрсеңіздер болады. Бұны да экспорт дегенді басып, Word папкаға сақтап, компьютеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Ал енді келесі источник текст. Бұл жерде керекті текстті көшіріп аламыз да, мұнда тұрған кішкентай ақ окошканың ішіне апарып вставить ететін боламыз. Одан кейін барлық текстті көшіргеннен кейін генерировать дегенді басамыз. Одан кейін әдеттегідей мына тұрған 3 нұсқаның біреуін таңдаймыз. Біз енді алдында екеуін таңдап көрдік. Үшіншісі набор карточек дегенді таңдаймыз. Осы жерден вопрос-ответ дегенді таңдап генерировать етіп көрейік. Одан кейін қалған екеуін көреміз.
Мінекей бізге 1 минутқа жетпей сұрақ жауабымызды дайындап берді. Бұнда да 10 сұрақ, 10 жауап болады. Экспорт дегенді басып, Word документке жүктейтін болсақ, бізге кесте түрінде осы сұрақ жауапты дайындап беретін болады. Ал енді келесі бізде связь. Мұнда астында тұрған сілтеме қоятын жерге жаңағы Википедияның сілтемесін қойып генерировать етемін. Набор карточек дегенді таңдап, осының ішінен термин определение дегенді таңдап көрейік. Енді генерировать етеміз. Көп ұзамай, яғни 1 минутқа да жетпей бізге дайындап беретін болады. Мінекей сол жақта термин, ал оң жақта оның мәні, мағынасы. Бұны да экспорт деп Word документ ретінде жүктеп алсаңыздар болады. Келесі источник бұл бізде YouTube. Өзімнің YouTube каналымдағы видеоның сілтемесін алып қойып көргенмін. Бірақ бұл сайт мен айтып жатқан сөздерді серб тілі деп түсінген болу керек. Сол бойынша сұрақ жауаптар дайындап берген екен. Егер де сіздің видеоңыз әдеби тілде жазылған видео болса, терминдер, анықтамалар дұрыстап айтылған, кәдімгідей әдеби тілмен дұрыстап жазылған видео болса, онымен осылай тест құрастыруға болады. Бұл менікінде қарапайым тілде жазылған видеолар үшін это не вариант екен. Егер де осы сайтпен жасалған жұмыстар сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде видеоға лайк баса кетіңіздер. Және де әдеттегідей каналға тіркеліп колокольчикті баса отырыңыздар. Осы сайт кімдерге керек деп ойласаңыз, яғни құрбыларыңызға, достарыңызға, әріптестеріңізге осы видеомен бөлісе отырсаңыздар болады.